бір сатып алсаң, бірі балалар үйіндегі балаларға қайырымдылыққа беріледі. Не болмаса көп сұраққа жауап бересің, сол сыйлыққа беріледі. Сенің жауаптарың ойыңнан шықсын. Құттықтар керек. Есімің кім? Баян. Бекжан. Бірінші сұрақ. Айфонға ақша бар, бірақ жетім балаға көмекке ақша жоқ. Неге? 15-ті Аустралияда 16 алады, соған 600 мың, 700 миллион теңге ақша бар да, бірақ жетім балаға көмектесуге ақша жоқ. Неге деп ойлайсың? Интерес жоқ адам. Қайырымдылық қорқа берді. Сонда жақсылық жасасаң, адамнан қайтпаса, Құдайдан қайтады ғой не? Не үшін ондай мысалға? Айфон қызық болып тұр да оған. Көмектесуге баян желаниясы жоқ па дегенде. Әйелдердің ана болу табиғи құбылыс па, әлде үлкен жауапкершілік? Бұл табиғи құбылыс. Қазақ тілін үйрену қиын ба, әлде адамдардың сылтауы көп па? Сылтауы көп. Камера үшін жасалған қайырымдылық нағыз мейірімділік пе, әлде хайп па? Тек қана хайп үшін істеп жатыр ғой қазір. Мысалға мен өзіміздің екі қазақи ою түсірілген ұйымшылықпен айналысып жатырмын қазір. Соны мысалға мен тек қана камера үшін істеп жатыр деп ойлайсың ба? Жоқ. Біздегі басты ерекшелік не деп ойлайсың? Шылық деген өте көп қой негізі. Екпіні үй сапасы. Сапасы да жақсы, оюлар да бар, бірақ біздегі басты ерекшелік қайырымдылық. Мысалға сен бір сатып алатын болсаң, біреуі қайырымдылық. Сол балдар үйі, қайырымдылық қорларымен біз сатып отырамыз, ертең қанша солармен жұмыс жасатамыз. Құтты болсын. Мен жерде көзімді жұмда. Bir özün. Bu tost. Ya, ben Instagram'a tırkelgesin mi? Göreyim. Kuş. Tırkelgen bolsang tagы bir sılık beradi. Tırkelmegen ekesin. Tırkelgende tagы bir sılık beradi. Жақсы, құтты болсын. Сізге рахмет.